Егер бұрыс етістіктің үш формасын тез әрі оңай үйренгің келсе, видеоның соңына дейін қара. Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінде verbs, яғни етістіктермен танысатын боламыз. Ағылшын тілінде етістіктер екіге бөлінеді. Regular verbs, дұрыс етістіктер, irregular verbs, дұрыс емес, яғни бұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктер аты айтып тұрғандай, бұлар ешқандай өзгеріссіз бүкіл ережеге бағынады. Жалпы дұрыс етістікте, бұрыс етістікте бізге не үшін қажет десеңіздер, біз сіздермен present simple, present continuous шақтарын өттік. Егер бұл шақтарды білмейтін болсаңыз, видеоның астына мен сілтеме тастап кетемін, содан өтіп, видеоларды қарасаңыздар болады. Ал келесі present perfect, past simple, past perfect деген сияқты шақтарды, грамматиканы меңгеру үшін бізге осы етістіктің үш формасын жаттап алу, жалпы білу міндетті. Дұрыс етістіктер қалай жасалады? Дұрыс етістіктер аты айтып тұрғандай, бұлар дұрыс, есі дұрыс, бұлар нормальный етістіктер, бұлар ережеге бағынады, ештеңке өзгермейді. Мысал келтіріп көрейік. Smile, күлу деген, жымию, ыржию деген мағынада, Smile, smiled. Не үшін біз оған ed жалғап жатырық десеңіз, ed деген бұл past simple'дың жұрнағы, жалпы irregular verbs бізге past simple үшін қажет. Дұрыс етістіктер мүлдем өзгермейді, тек қана оған екінші формасына да, үшінші формасына да ed жалғанады. Мысалы, smile, smiled, smiled, stay, қалу, үйде қалу, жұмыста қалу, stay, stayed, stayed, study, оқу, study, studied, studied, stop, тоқтау, stopped, stopped. Бұл regular verbs. Бұлардың барлығы дұрыс етістіктер, яғни regular verbs, оларда бір аса өзгеріс болмайды, жалғану керек жұрнақтардың барлығы тікелей сол етістіктің өзіне жалғана береді. Ал бұрыс етістіктер, бұлар кішкене капризный, ненормальный етістіктер, себебі бұлар мүлдем өзгеріп кетеді. Жалпы бұрыс етістіктердің үш формасын жаттаудың екі жолын айтайын сіздерге. Бірінші жолы мен өзім үйренгендей, менің бүкіл сыныптастарым, менің қатарластарымның барлығы біз бұны көбейту кестесі сияқты жаттап алғанбыз. Бізге ең көп қолданылатын бір 100-150 шақты етістік берген. Біз соны кәдімгі көбейту кестесі сияқты мұғалімімізге айтып беретінбіз мектеп кезінде. Ал екінші жолы бұл белгілі бір заңдылықтарға негізі бағынады. Бұрыс етістіктер белгілі бір заңдылықтарға байланысты жасалынады. Ол заңдылықты кім ойлап тапқанын білмеймін, бірақ оны жаттау керек. Және көп адамдар осы етістікті жаттауға келген кезде ағылшын тілін меңгеруді қоя салады. Ой, болды қиын, мен осы етістікті жаттауым керек, бұрыс етістіктерді, мен 100 етістік жаттай алмайын деген сияқты бір қиналады. Бұл негізі әшейін сылтау. Себебі сіздер бір рет жаттап алсаңыздар, бұл сіздерде уже на автомате, яғни интуитивно болып кетеді. Өздеріңіз білмей қаласыздар, қалай бұл етістіктердің барлығын сіздер жаттап алғандарыңызды. Және тағы да айта кететін бір нәрсе, кейбір оқушылар бірінші, екінші формасын жаттап етістіктің, үшінші формасы бізге керек емес, оны біз қолданбаймыз деп ойлайды. Негізі бір жұмысты екі жұмыс қылмаңыздар, лучше етістіктің барлығын сразу жаттап алған өздеріңізге ыңғайлы, ол уже на автомате болған кезде сіз оны байқамай да қаласыз, қалай білетініңізді. Мен бұрыс етістіктердің жасалу ретін, заңдылықтарын үшке бөлдім, үш группаға бөлдім. Бірінші группа verb 1, verb 2, verb 3, яғни етістіктің бірінші формасы, екінші формасы, үшінші формасы да бірдей. Ешқандай өзгермейді. Даже бұл дұрыс етістіктен де оңай, бұған даже ed жалғанбайды, бұл бірдей. Мысалы, cut деген етістікті алайық, бұл кесу. Етістіктің үш формасында да бірдей болады. Cut, cut, cut. Bet сөзін алайық. Bet сөзі бұл уәделесу, бәстесу, орысша держать пари дегенді білдіреді. Қазақ тілінде бәстесу. Bet, bet, bet. Put етістігін алайық, бұл орнына қою. Дәл солай, уже біліп тұрған шығарыстар. Put, put, put. Let, рұқсат беру. Let, let, let. Баға беру, немесе қанша тұрады деген кезде бұл етістік көп қолданылады, бағасын айтқан кезде. Cost, cost, cost. Және ең көп қолданылатын осында етістік бар. Read, read, read. Жазылуы бірдей, бірақ оқылған кезде кішкене өзгеріс болады. Read, read, read. Ал екінші группаға жататын бұрыс етістіктер, бұлар бірінші формасы.
басқа болады, екінші, үшінші формалары бірдей болады. For example, sell – сату, sell, sold, sold. Buy – сатып алу, buy, bought, bought. Feel – сезіну, feel, felt, felt. Pay – төлеу, pay, paid, paid. Tell – сөйлеу, әңгіме айту, tell, told, told. Келесі етістік say, бұл айту деген мағынаны білдіреді. Say екінші формасы said, қалай ойлайсыздар? Үшінші формасы қандай? Егер сіз said деп айтсаңыз, онда дұрыс. Say, said, said. Үшінші группаға жататын етістіктер өте көп, бірақ уайымдамаңыздар, олардың да бір кішкене заңдылықтары бар. Соны меңгеріп алсаңыздар, сіздер бұрыс етістіктерді тез жаттайтын боласыздар. Бірінші формада EA етістігі, екінші формада O, үшінші формада N. For example, break. Break дегеніміз сындыру. Break, broke, broken. Wear, кию, киіну. Wear, wore, worn. Swear, swore, sworn. Swear дегеніміз уәде беру. Келесі етістіктердің бірінші формасында A әріпі болса, екінші формасында double O, үшінші формада aiken. For example, take – алу, take, took, taken. Mistake – қателесу, mistake, mistook, mistaken. Shake – қимылдату, shake, shook, shaken. Келесі етістіктің бірінші формасында I, екінші формасында A, үшінші формасында U. Begin сөзінің аудармасы бастау. For example, begin, began, begun. U жалғанғанымен оның оқылуы бірдей болады. Begin, begun, begun. Келесі етістік өлең айту. Sing, sang, sang. Жүзу. Swim, swam, swam. Ішу. Drink, drunk, drunk. Және бұл заңдылықтарға бағынбайтын мүлде етістіктер бар. Оларды мен сіздерге осында қалдырып кетемін. Бұлар ең көп қолданылатын етістіктердің бірі күнделікті өмірде. Бұны жаттап алуларыңызды сұраймын. Видеоның соңында сіздерге қажетті 100 өте көп қолданылатын бұрыс етістіктердің тізімін қалдырып кетемін. Оны өздеріңізге оңай жолын таңдап, міндетті түрде жаттап алыңыздар. Келесі грамматикаларды үйренуде, келесі шақтарды үйренуде біз irregular verbsке тоқталмаймыз, тек қана verb to етістіктің екінші формасы, verb 3 етістіктің үшінші формасы деп айтып кетеміз. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге қандай грамматикалық бір ережелер, қандай шақтар сіздерге түсініксіз, астына жазып кетсеңіздер болады, себебі келесі видео дәл сіздің тақырыбыңыз бойынша болуы мүмкін. Goodbye!